Бүгін біз сіздермен IELTS-қа қатысты жаңа кітапты бастамақпыз. Бұл кітап Common Mistakes at IELTS Intermediate уровені B1, B2, V1, V2 деңгейіндегі кітап. Common Mistakes at IELTS деген IELTS-қа дайындалып жатқан адамдарда ең көп кететін қателіктер IELTS экзаменінде. Негізі бұл жалғыз именно IELTS-қа да қатысты емес, негізі ағылшын үйреніп жүрген адамдарда да кететін қателіктер. Соған қатысты Кембридж университетінің баспасынан шыққан кітап. Бұл кітап ескере кететін нәрсе 2007 жылғы кітап болса да, иә, басып жіберейін. Бұл бізде 2007 жылғы кітап болса да, бұның ішіндегі ақпараттар әлі ескермеген. Өйткені ағылшын тілінің грамматикасы өзгермеген. Ағылшын тіліндегі сол кететін қателіктер, сол баяғы қателіктер әлі кетеді, иә. Сондықтан да қай жылғы кітап болса да, бұл сізге бәрібір де пайдасын тигізеді. Енді бұл жерде темаға бөліп тастаған. Біздің бүгінгі бастайтын алғашқы темамыз бұл the артиклі. The артикліне қатысты тема, тақырып, қай кезде the артиклін қолданамыз, қай кезде қолданбаймыз, көбінесе бізде сол кететін қателіктер. Иә? Енді мына жерде are there special times I should use the article. Менде арнайы бір уақыттар бар ма, the артиклінің қолданылатын арнайы уақыттары бар ма дейді. Енді сол туралы толығырақ талқылайтын боламыз, иә. Так, мына жерде тапсырманы орындамай тұрып, мына бірінші тапсырманы біз жалпы the артиклін қай кезде қолданамыз, сол туралы танысып өтейік. We use the мына the артиклі with countries or place where the name refers to a group of islands or states. Біз the артиклін бірінші ережесі мемлекеттермен немесе жерлермен бірге қолданамыз. Егер де ол мемлекет, жер белгілі бір топқа, немесе белгілі бір аралдардан тұратын болса, немесе белгілі бір штаттардан құралған болса, онда біз соның алдына the артиклін қоямыз. Мысалға, өздеріңіз білетіндей, the USA. USA Америка құрама штаттары. Значит, ол штаттардан тұрады, сондықтан біз оның алдына the артиклін қоямыз. The Middle East, орталық Азия. Оның ішіне бірнеше мемлекеттер кіреді, иә. The United Arab Emirates, біріккен Араб Эмираты. Немесе The UK, Ұлыбритания. Ұлыбританияның ішіне Уэльс, Шотландия деген сияқты мемлекеттер кіреді. Бұл бірінші ережесі. Енді екінші ережесі with superlatives. Ал енді еске түсірейік. Superlative деген не? Superlative дегеніміз біз күшейтпелі. Естеріңізде болса, біз бір нәрсені, мысалға, жылдамырақ немесе ең жылдамы, ең суығы, ең әдемісі деп айтамыз, иә. Сол кезде біз ең деген кезде алдына the артиклін қоямыз. The best, ең күштісі. The longest, ең ұзыны. The highest, ең биігі деген сияқты, иә. Өстіп кете береді. Так, енді үшінші ережесі with cardinal numbers. Cardinal number деген не бізде? Number'ды білесіздер, сандар. Ал cardinal number дегеніміз реттік сан есімдер. Бірінші, екінші, үшінші деген. Міне. The first, бірінші. The second, екінші. The third, үшінші деген сияқты осылай кете береді, иә? Так, екі, үш, төртінші ережеге кеттік. When there is only one in the world. Егер әлемдегі жалғыз ғана нәрсе болса, иә, немесе жалғыз ғана атау болса, біз соның алдына the артиклін қоямыз. Мысалға, the environment, қоршаған орта. Қоршаған орта ол барлық жерде де осы бір қоршаған орта сөзі қолданылады. The internet, интернет бүкіл әлем бойынша бір ғана интернет сөзі қолданылады. Мысалға, the sun, күн деген сияқты. Дәл осының қасына the moon дегенді қоссақ болады. The moon, ай деген сияқты кете береді. Бұл бізде төртінші ереже, келесі бесінші ереже. To refer to the only one in this particular area. Егер сіз тұратын аумақта, немесе сіз айтып тұрған белгілі бір жерде, мына area деген жер, мына particular деген белгілі бір жерде, сол жерде жалғыз ғана нәрсе болса. Мысалға, the government, бізде government деген басқарма.
Біздегі правительство, мысалға басқаратын министрлік, президенттік деген сияқты, парламент деген сияқты, ол бізде жалғыз. The police, полицейскийлер, иә, the river, өзен деген сияқты кете береді. Сосын еще бұл жерге мен тағы да қосқым келіп тұрғаны бір ереже есіме түсіп кетті. Егер де сіз айтып тұрған нәрсені, мысалға сіз белгілі бір жерде отырсыз, сіз айтып тұрған нәрсені тыңдаушы біліп тұрса, мысалға біз мысалға былай айтамыз, иә, give me, қалай айтсам болады, қазір give me the chair деймін. Мысалға мен отырғым келіп тұр, и мен қасымдағы адамға айтайын, give me the chair деймін. Give me the chair деген кезде мен белгілі бір орындықты атап көрсетіп тұрмын, и ол тыңдап тұрған адам менің қай орындықты сұрап тұрғанымды түсініп тұр. Ал егер мен осы жерге мына the сөзін артиклін қоймасам, онда give me chair десе, просто мен онда любой бір орындықты бер деп сұрап тұрмын. Ол любой, білмеймін қайдан алатынын. Ал егер мен give me the chair деп, онда алдына the қойсам, онда мен белгілі бір орындықты көріп тұрмын, и ол адам да көріп тұр, и мен сол орындықты берші деп сұрап тұрған кезде алдына the артиклін қоямыз. Бұл да мына кітапта көрсетілмеген бір ережені мен сіздерге қосып өттім. Сосын одан бөлек белгілі бір фразаларда жүретін in the phrase, белгілі бір фразалармен бірге жүретін the артиклі, мысалға the same as дейді. The same деген ұқсас деген. Болмаса біз in the evening деп күн атауларын көрсеткен кезде, мысалға уақыттарда in the evening деген кезде біз the артиклін қосамыз. Немесе in the morning деген кезде, азанда деген кезде біз осы мына жерде де the артиклін қоямыз. Бұл сол фраза мен бірге жүретін the артиклі. Так, сіздерге енді мен мына жердегі 6 ережені түсіндірдім, и мен өзімнің ережеммен бірге общий 7 ережені түсіндірдім. Так, енді the артиклін қай кезде қолданатынын түсіндік. Ал енді қай кезде қоймаймыз, оны да біліп отырайық. Иә, өйткені кез келген жерге біз the артиклін қоса бермейміз, қоса беруге болмайды да. Ол қай кезде? We don't use the артиклін қолдануға болмайды. Қандай жағдайда? With a single country or place. Single деген бізде single жалғыз мемлекет, немесе бір ғана белгілі бір жер болса, жаңағыдай штаттардан құралмаған, иә, мысалға просто Америка десеңіз, онда the America демейсіз. Просто England деп қаланың атын айтқанда, England деп айта береміз. Мысалға China, иә, тек қана қаланың, мемлекеттің өзінің жеке атауын айтқанда the артиклі қойылмайды. Бұл бірінші ереже. Ал екінші ережеде to talk about something in general. Егер де белгілі бір нәрсе туралы жалпылама айтқанда. Мысалға, жалпылама айтқанда дегенді мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Мысалға, women don't like, мысалға не десем болады, don't like black color дейін. Бұл жай ғана ереже, жай ғана мысал, шындық емес, шындыққа жанаспайды. Енді осы жерде қарасаңыздар, women don't like black color дедім. Әйелдер қара түсті ұнатпайды дедім. Осы жерде мен жалпылама айтып тұрған сөзім қайсысы? Әрине, women. Мен әйелдер деп жалпы әйелдерді айтып тұрмын. Мен именно біздің үйдегі әйелдер, біздің жұмыстағы әйелдер деп айтып тұрған жоқпын, иә? Немесе қазақ әйелдері, орыс ұлтының әйелдері деп айтып тұрған жоқпын. Жалпы әйелдерді айтып тұрмын. Осы кезде мен осы women деген сөздің алдына the women деп айта алмаймын. Түсінікті ғой, жалпылама айтқанда. Сол сияқты мына жерде де people with reading difficulties often have problems with numbers. Міне осы жерде жалпылама айтып тұрған қай сөз? People, адамдар, кімге оқу қиын, иә? Сол адамдарда цифрлармен де, сандармен де қиындық болады. Кімге оқу қиын, онда оларға сандарда қиын дейді. Сол жерде people деп жалпы адамдарды айтып тұр. Иә? Ал егер біз бір нәрсені, белгілі бір нәрсені нақты айтып тұрсақ, онда the қоясыз. Мысалға, the number 8 is considered lucky in some countries. 8 саны кей мемлекеттерде сәтті
сәттілік шақыратын сан болып саналады. Осы жерде именно 8 саны деп біз атап нақты көрсетіп тұрғандықтан не істедік? Оның алдына the артиклін қойдық. Дәл сол сияқты, мысалға мен мына жерде де women деген сөзді the women деп те құрай аламын. Мысалға the Kazakh women деймін. Мысалға the Kazakh women деп мен именно қазақтың әйелдерін айттым. The Kazakh women don't like black colors деп ары қарай айтсам, мысалға осы жерде. Осы жерде неге мен the қойдым? Өйткені мен белгілі бір қазақ ұлтының әйелдерін айтып тұрмын. Сондықтан мен the артиклін алдына қойдым. Енді түсіндіңіздер деп ойлаймын, The артиклі қай кезде қолданылады, қай кезде қолданылмайды. Енді соған сәйкес, мысалға, осы жерде кеткен қатені жөнде дейді. Correct the mistakes below. Ал қатесін жөндеп көрейік. Your hair is not same as mine. Сенің шаш үлгің менікіне ұқсас емес. Your hairstyle is... ары қарай не қойсақ болады? Біз жаңағы мына жерде қолданылған сөзімізді қоя салсақ болады, Міне. The same as деген менікіне ұқсас деген. Осы жерде not дегеннен кейін мына жерге бізде the деген артиклді ұмытып кеткен, Your hairstyle is the same as mine дей салсақ болады, менікіне ұқсас сенің прическаң, шаш үлгің деген сияқты. Енді осыған қатысты төменде көрсетілген тапсырманы орындап көрейік. Төменде көрсетілген тапсырмада complete the sentences below using the words in brackets. Decide whether or not to use the or whether to use the plural. Біз немесе the артиклін қолданамыз, немесе көпше түрді қолданамыз дейді. Ал кеттік, бірге жасайық. The main advantage of is that it gives us access to information from all over the world. Ал енді осы жерде бізге не дейді? Интернет, жаңа біз атап өткеніміздей, әлемдегі жалғыз нәрсе болғандықтан, оның алдына не қоямыз? The артиклін қоямыз, Значит, бізде мына жерде the internet деген сөзді қоямыз. Сол кезде the main advantage of the internet is that it gives us access to information from all over the world. Интернеттің бізге ең басты плюсы, advantage деген плюсы, жақсы жағы, ол бізге бүкіл әлем бойынша ақпаратты алуға access деген бізде доступ, қол жетімді доступ береді бізге, Okay, the second one. My father has fished in all over Australia. Has fished екен ғой, кешірім сұраймын. My father has fished in river. Естеріңізде болса, біз river деген сөзді қолданатын кезде, мына жерде біз оның алдына the сөзін қойған болатымыз, The деп белгілі бір өзеннің алдына қойған кезде. Сол сияқты мына жерге the қоямыз. The river. My father has fished in the river all over Australia. Менің әкем Австралиядағы барлық теңіздерде балық аулап шыққан деген мағынаны білдіреді осы жерде. The next one. Life in America is very different from life in my country. Америкадағы өмір менің қаламдағы мемлекетімдегі өмірден ерекше. Біз жаңа айтқанбыз, егер Америка деп толық Америка құрама штаттары деп айтсақ, онда the қоямыз, өйткені ол штаттардан құралған. Ал тек Америка десек, онда Америка сөзінің өзін ғана жаза саламыз, Life in America болып қала береді. Келесі, according to the graph of people moving into the city each year has more than doubled. According to the graph, бұл жерде бізде сәйкес қарасаңыздар, қазір мен number деген сөзді жазып қояйын, мына жерге the қоямыз ба? According to the graph, мынау кестеге қарасақ, қалаға көшіп жатқан адамдардың саны жыл сайын 2 еселеніп жатыр.
иә, дабл деген мына жерде екі еселену. Жыл сайын екі еселеніп жатыр. Бұл жерде енді нақты the дегенді айтып қоя аламыз. Неге? Өйткені the number of people деп біз именно ненің санын айтып тұрмыз? Біз қалаға көшіп жатқан адамдардың санын айтып тұрмыз. Егер біз бұл жерге the деген артикльді қоймасақ, онда жалпы сандар болады. Ал егер the number десек, онда біз определенно, нақты мынау көшіп жатқан адамдардың санын айтып жатырмыз, иә? Сондықтан да the артиклін осы жерде қосамыз. Ары қарай жалғастырамыз. The next one is the total figure for 1976 was as the total figure for 1982. Біз жаңа ғана жоғары жақта өткенбіз, иә? Same деген сөз, ұқсас деген сөз бізде мана ереже бойынша ол өзі бірге жүретін сөздер, иә? The same as деген сол ұқсас деген мағынаны береді. Енді осы жерге сол фразаны жаттап алып қоя саламыз. The same as мына жерде тұр екен. The next one, obesity is much more common than in my country. USA, мен жаңа айтқанмын, иә, United States of America деп, егер Америка штаттары деп толық айтатын болсақ, онда біз алдына the артиклін қосып айтамыз. Okay, now let's continue. The graph shows that increase occur in 1999. Greatest біздегі мынау est деген жалғаудың өзі бізге бұның superlative күшейтпелі шырай екенін көрсетіп тұр, иә? Күшейтпелі шырайда біз бағана өткенбіз, the артиклі міндетті түрде алдында жүреді. Сондықтан the greatest деп алдына the артиклін қосамыз. Келесі, travels around at a speed of 3700 kilometers per hour. Осы жерде бізге moon, earth сөздері берілген. Екеуі де әлемдегі жалғыз нәрселер болғандықтан алдына the артиклін қоямыз деп бағана ережеде өткенбіз, иә? The moon travels around the earth. Earth дегеніміз жер, иә? The earth. Сонымен өстіп біз бүгінгі тақырыпты түсіндік деп ойлаймын, иә? Және де IELTS-та немесе ағылшынға қатысты тесттерде өзіңіз қате жібермейсіз деп ойлаймын. Егер де осы сабақ түсінікті болса, осы кітапты ары қарай толығымен бітіру үшін менің каналыма тіркеліңіз, лайк басыңыз, осы белгілі бір плейлистке сақтап қоямын. Сол плейлистті өзіңізге сохранить етіп сақтап алсаңыз болады.